бәріне сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге дейді. Иә достар, біз бүгін Майнкрафтта видеоны жалғастыратын боламыз. Өткен бөлімде біз кузнецадағы рычагты тартып, осы сарғындар еліне түсіп кеткен болатынбыз. И бізге бір житель айтты, типа, сен бұл жақтан кету үшін осында берілген заданиялардың бүткілін орындап кетуің керек дейді. Бізде берілген заданиялар, мына жақтағы грядкалар жинауымыз керек, и ар жақтағы талдарды жинауымыз керек. Кейін олар жинап болған соң маған кел деген болатын. Сендер арнаға тіркел, лайктарыңды басып кетіңдер, және де екінші каналға да кіріп қолдап кетіңдер. Екінші каналда ссылкасы описанияда міндетті түрде болады. Ал біз кеттік. Бізге мына жақта осы нелер жинаулап, пшеницаларды. Грядканың аяқта сундук бар еді, ар жақта тұр. Бізде кейін сундуктан біз өзімізге керек заттарды алып, типа осыларды егуіміз керек қой. Алайық енді. Мынау алмазды мотыгап алдым мен мына жерден сундуктан. И осымен бүткілін жинап шығайық. Кейін егіп шығу керек. Мен мына жерде 4 қатарын уже істеп болған болдым. И қараңдар, менде қанша пшеница, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 жарым қалған бәрі смена болады. Давайте осыларды егіп шығайық. Осылай істей саламыз, иә. Бізде уже пшеницалар үлкейіп қапты сәл. Мына тыкваларды да сөйте саламыз ба? Сонда осында тұр ба? 1, 2, 3. Иә. Достар, біз нерде арбуздарды екпейді екенбіз, только и мынау тыкваларды сындырмайды екенбіз. Себебі мына жерде жазылу керек. Жаңа жедел айтып кетті, бұлар не надо деді. Уже бір пшеница өсіп кетті, бұларға енді араласпаймыз. Біз тек біреуісіне ғана араласамыз, иә. Бізде болды енді. Бізде соңғы задание нан қарандар, ебать. Мен өз заттарымна бір қатарға қойып қойғанмын. Алардың бәрін сундукқа салып кетуіміз керек біздің. И мен аларым 45 наным, все. Бәрін сундукқа салуымыз керек, себебі оларды жаңағы жедел алады. Сол үшін біз артымызды жинап кетуіміз керек. Салып кейін. Мен сундуктың ішін жинап болған болатын. Міне бәрін рет-ретпен қойып, типа ендігі кезек бізде ағаштарда неге жаңбырдың болып кетті. Уже бұл 2 күн бойы қатарынан осында жүрдік. Базар жоқ, қарымыз әлі ашпайды екен. И ағаштар сындыру қалды бізде только. Мыналарын қарқыламайтын жарымыз, иә, по идее. Ладно, сындырақ. И мына орнына ағашын егу керек. Мен ағаштар дамадым қазір, сондықтан ағашта балайын. Ағаштар бізде міне, бір стагын ала салайын и березаны ала салайын. Думаю, осы жетеді. Жетіп қалатын шығар. Міне кейін мынаны осында егемізді, мыналарды сындырып шығамыз дальше. Біздің аяқта ағаштар сып болдық. Өсетіндер өсіп, өспей қалатын болды. Уже мен 5-ші түнім ау вроде осында жүргеніме. И біз өзіміз жұмысын істеп біттік. Мыналар негізі өсті, жаңа бүткілін басынан істеп біткенмін. Ар жақтар өспеген, артында тағы бір қатар бар, олар кішкентай болып тұр. Мен аларды орындарына апарып қоя салайын. Қаяқта еді сундугымыз. Мыналарды келесі бізде енді осы жақта ұйықтауымыз керек. Біздің бір түнді өткізу керек. Кейін келесі күні жителден сұраймыз. Мен үйді іздейін өзіме ұйықтайтын. Ұйықтап тұрдым. Мына жақта кровать бар екен, есік ашылама? Жоқ, ашылмайды. Бізде мына жақта әшейін екен. И біз кешегі жедел тауып алуымыз керек. Ол қайда екен?
Думаю, ол мына жақта жүр. Мына адам жоқ. Так, бізде кешегі жителканы. Яғни бұл ауылдың басшысы деді ме? Ол өзі типа айтып жүрді, мен бұл жақта жалғызбын деп. Но ол оказывается Тула. Тула дегенде тағы біреусі бар екен олардың. И ол жител қайда екен? Так, жителді көрейік барып біз. Жителдер бар ма? Жителдер ғана. Міне жүр. Мына жерде көрдім мен. Ол қай жақта жүр? Мына жерде жүрсе, жаңа анау тұрбасы көрініп тұрған. Біз қазір, Так, қайда қазір жителіміз ғана? Міне ол примерно ана жақтарда жүре. Мына үйде ма? Жоқ, қазір мына жаққа баруымыз керек біздің. Міне, ана жақта көрінді ме? Или мен солай көрдім ба? Қазір жителді іздегенді. Міне мынау тұр екен жител. Жител, не істеп тұрсың? Мынаны өлтірейін ба? Кешір. Жител. Короче, мен сен берген заданиялар істеп қойдым, енді не істейін? Болды, істеп болсын, онда сен бізге 30 стак алмас табуың керек. Соны тапқан соң кете берсем болады. 10 стак алмас, оның бәрін қақтан табам мен. Өзім біл, осы жақта пещераларды істеп көр, пещераларды алмас болады. Соны маған тапсырсан болды. Неге? Сен де алмас адасың ба, не сен? Думаю, жоқ. Басқа қайта беруге болмай ма? Мен туылда нәрселер істедім. Болмай ма не? Жоқ, сен осыларды істеуің керек, қайта алмайсың. Ладно, мен қақтан табам оны? Қаяқтан тапқың келеді, сояқтан таба бер. Епач, достар, маған 10 стак депті ғой, 10 алмас тап дейді. Мен аналардың бәрін ектім ғой. В смысле, мен оларды табуым керек. Аналар егілмеген бар жаққа. Или, бәсе. 10 стак деп бердім, 10 алмас. Қақтан табам мен? Еще неқті пещера деген нәрсе бар ма вообще? Так, пещера іздеп көріп біз. Либо пещера жоқ шығар. По идее, бұл жақта ештеңе жоқ, көрейік бәрі іздеп. Бар ма ана жақта? Қарандар достар, мен пещера іздеп жүріп, мынандай нәрсе тауып алдым. Қалан шетінде неға келмепті. Қарандар типа шошқатыр, тауықтыр, қоян, анандайлар. Зор ғой неғ? Шеттен типа ат істеп қойыпты. Давайте анаған айтайын, мен неқтан қарандар бәрі мұхит неқта ешқандай жоқ қой. Ана жаңаға неге барып айтайын жителге, что мен мына жақтан түк таппаймын, себебі алдымыздың бәрі, жан-жағымыздың бәрі сумен қоршалып жатыр, мен қаяқтан пещера табамын. Жерді қазуға болмайды, Так, қаяқтан көріп едік, жителді біз. Қай жақта еді? Мына жақта меді, жителі не ғой? Бұл жақтың бәрінде су-суғы бүрі. Мен қалай барып іздеймін? Пещера вообще жоқ бұяқта. Алдымыздың бәрі жазық емес, су-су. Жазық болса бір мейлі табатын едім. Онда маған золоталар тауып кел, содан кейін кете берсем болады. Ал қанша золота? Білмей, бір қанша қалайсың, сол бәрі бере бер. Көп болу керек, азы болмайды. В смысле? Қанша, например, айтшы өзің, мен сонша әкеп берейін саған. Маған стагы керек емес, кішкентай бөліктерде маған 4 стагы керек. Кішкентай бөліктер деген қандай? Өзі бөліп тұрсы қол сода айтады. Окей, 4 стак дедің ғой. Яғни содан келген соң мен саған бірден айтам тағы. Не айтасың? Көресің өзің. Короче, достар, маған алмаз дептің ғой, алтын тауып кел дейді. Ананда болады кішкентай несі. Анау аттан сындырып аламыз. Атта бізде көп бар сондай. Кстати, мен ойға бару үшін бірінші киім золото болу керек. Давайте нам біреусін киіп алайық болай. Киіп алдық ба? Жоқ, кимедік. Испировать қана. Жоқ, киме жатырмыз. Ладно, наны бетіп сындырып аламыз ба? Тым түспей ма сонда? Түсіпті ғой. Так, мынаның алтынын киіп алайық өзімізге. И все, кеттік. Атқа барамыз енді. Атта ондайлар көп қой. Ата не дейтін еді, ұмытып қалдым менде. Короче, ат бізде мен ана жақта.
Ол сияқтан барып кіріп көрейік. Кірлеу да. Бай достар, қараңдар, мына аттан кірген жер қандай. Мына типа жол істеп қойған ғой, мынаяқта бір. Мынаяқта жүрген ғой біреулер сондай. Менен де алдымнан көптеген адамдар келген. Ой, шошып жүрді анау. Такс, көрейік, осы жолмен баруымыз керек екен біздің. Мен атқа енді кіріп тұрмын, көрейік. Такс, осылай көтерілейік. Крепость. Крепость не істейміз біз. Қараңдар, факелдермен жол көрсетіп қойыпты. Сразу крепость таптық. Ана жақта не тұр, бізде ол жаққа арна ашты. Тамашалайын. И біз анау жақта сундықты ашып қарайық. Факел вроде біз сундыққа қарай жол сілтеп тұр. Мен осында бар деп дым жоқ қой. Дайте мен керек емес заттарымды осыған тастап кетейін, чтобы келесі келген адамға мен атымнан бір подарка болсын. Мыналарды былай істеп қойын. Тағы бір алмазный бізде меч бар екен. Былай істеп қойыпты жолдарды. Көрейік, қай жаққа барамыз. Міне сундықтарды пайдетім жоқ. Маған крепость керек емес негізі. Крепость емес, бізге алтын керек. 4 стак алтын табуымыз керек, кішкентайынан. Сондайларды табайық, короче, достар, мені эндермен өлтіріп кеткен болады. Мен түк таппадым. Мен заттарым бәрі сол жақта қалған еді. Сундықта дым жоқ. Біз тағы да баруымыз керек, ол жаққа тем более. Көрейік. Қазір күте тұрмдар. Не дейді? Мына жерде зеле, подводное дыхание дейді. Ночное зрение. Бұлар керек емес, жаңағы жетелді табайықшы. Жаңағы жетел қай жақта еді бізден? Міне осында жетел не ғой? Мен ана жақта өлтіріп тастады, ойға баруға вообще шанс жоқ. Қай жаққа баруға бесаға қайда бар дедім. Жоқ, мен аттан алайын деген ғой алтынды. Ол жаққа бара бастайды, ол жаққа бару шансы 0. Неге? Ол жақта көп адамдар келбейді, себебі ол жақта мобтары өте опасный. Онда мен қалай табамын? Білмеймін, анан қараш, не ол? Ой, ебать, ой, не болып кетті? Бөлі мен қайттан келдім ба? Не? Түсім болған ма сонда мен? Мына жерде бір хат тұр табличкада. Не дейді, ешкімге айтушы болма. Сен өз жұмысында жақсы орындадың. Мен жай сонда қалжыңдадым дейді. Кім? Сарғындар елінен хат. Достар, ана сонда шын болған ма? Мені қалай телепорттады бұлар? Жаңағы кешегі зат жоқ не жерде. Мына жерде де вообще іздер жоқ. Так, ебать. Сонда не болды мынау? Мені алып кеп тастаған ғой, соңында қалжыңдадым дейді. Типа айтқан ғой, маған алмаз да керек емес, алтын да керек емес деп өтіріктен қалжыңдаған сонда. Онда достар, осы жерден видеоны аяқ. Сендермен болған мен Дити, бұл бізде мен телепорттады осы жаққа. Енді бұндай рычаг көрсеңдер баспай қойыңдар, себебі сендерді алда өте қиын жұмыс күтіп тұр. Сол үшін арнаға тіркелген лайктарыңды басып кетіңдер. Екінші каналға кіріп, екінші каналды да қолдап кетіңдер. Сендермен болған Дити, аман сау болыңдар.